Ассалаумағалейкум, құрметті Ұран YouTube арнасының көрермендері, әлеуметтік желіні пайдаланушылар, біздің достарымыз. Міне, бүгін тағы да сіздермен жүздесіп отырмыз. Бұл жолы көтеретін мәселеміз дін және дәстүр, салтымыз, тіліміз, діліміз, жалпы ұлттық мәселелер. Осы турасында әңгіме қозғайтын боламыз. Және де бүгінгі біздің қонағымыз Бағдат Русланұлы Шақаев, Батыс Қазақстан облысы орталық мешітіндегі бас имамның орынбасары, наиб имам, Ар-Рахман мешіті, қателеспесем. Ар-Рахман мешіті. Яғни халықта ақ мешіт болып кеткен орталық мешіттің наиб имамы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді біздер бұл алаңға көптеген саясаткерлерді, шенеуніктерді, билік өкілдерін, бейтарап өкілдерді, билікті сынайтындарды, экологтарды, басқасын көп адамдарды алып келдік. Ашығымен әңгіме жүргіземіз, анығын айтамыз. Кей тұстардағы телеарналарда айтылмай қалған жаттарды осы жерде айтамыз деп уағдаласып, солай ашық әңгіме жүргіземіз деп шақырамыз ғой. Бүкпесіз дұрысынан енді мен ойлаймын, имамдар енді үнемі солай болатын болар енді. Шамалы жасыратын ештеңесі жоқ, анығын, шынын айтуға әуес келу керек деп есептеймін өзім, жалпы дін өкілдерін. Ал енді мына бірінші сауалымыз ғой. Жалпы көптің көкейінде жүрген сауал деп те есептеймін. Осы біздер неге имамдар туралы, халықтың жай аузында молдалар деп келеді ғой. Молдалар туралы ойлаған кезде бір басына сәлде киген, баяғы бір орта ғасырдағы сақалы бар, қолында құманы бар, бір Құран оқып қана күнін көріп жүрген бір мүсәпір халдегі адамдарды елестетеді. Сөйту керек деген сияқты бір міндет деп қоятын нәрсесі бар ма? Олардың шаруасы сол ғой, сонымен неге айналыспайды деп. Сол жалпы қаншалықты дұрыс? Мысалға, имамдар бірінші кезекте адамдар ғой, Қазақстан Республикасының азаматтары, солай ма? Сіздер де демаласыздар, сіздер де көңіл көтересіздер, солай ғой? Бәрімізге қоятын сұрақ қой негізі. Имамдар мешіттен басқа тірлік істей ме деп. Негізі сәлем сөздің атасы дейді ғой, бірінші. Ассалаумағалейкум, Бағдат мырза, осы арна көрермендері, осы арнаға сұхбатқа шақырыңыз, Алла разы болсын. Бұл біз үшін құрмет. Осы арнаға шақырып, арнаның қонағы бол бір мәртебе, Алла разы болсын. Сұрағыңыз өте орынды. Бұны бізге де қойып жатады, кісілер таңғалып жатады, себебі имамдардың тұсында бұрыннан тек шапанмен, сәлдемен қорқып қалған ғой. Бұл адамдардың тұсында сол имамдар тек қана мешітте отыру керек, мешіттен басқа тірліктер болмау керек деген түсінікте жүрген халықтары бар. Негізінен айналып келген кезде дін, жалпы шариғат имамдарға басқа тірлікпен араласуға тыйым салмайды. Өйткені қызметтен бөлек отбасын асырау бар. Қоғамдағы тұрмыс тіршілікпен қатар жүру, бұл имамдарға да айтылған нәрсе. Имамның қызметін атқару керек. Қоғамның алдында, елдің алдында дұрыс жүру керек, және өзінің отбасы алдындағы міндеттерін орындау керек. Мысалы, сіздердің балаларыңызда ойын-сауық орындарына бар, ойнағысы келеді? Әрине. Шар теу, доп теу. Дін деген қоғамнан қал демейді. Дін қоғаммен бірге жүріп насихат етеді. Мысалға, біздерден діни басқарма бар, білесіз. Біздің муфти хазіреттің де тапсырмасы бар. Сол діни басқарманың ішінде де имамның киген киіміне, жүріс-тұрысына, барлығына қарайтын бөлім бар. Мысалға, тіптен қарапайым тақия кигенге уақытта тақияның шетінен шашының шығып тұрмауы. Имамды келуші, мешітке келуші азаматшалар, мысалы, жамағат көрген кезде бірінші бір бетке сұр тұлға көру керек. Мысалға, түр сипаты сәйкес тұру керек, сақалдары, мысалға, әдеміленіп тұру керек. Мысалға, шаштың өзінің өспеуін, тырнақ алуы, киім таза болуы. Бұл да біздерге діни басқарма жағынан қаралатын жаңағыдай заңдылық біздерге тапсырма береді. Бір жағынан бұл енді адамның өзі үшін жақсы ғой. Себебі біздер енді елдің алдына шығамыз, мешіттен бөлек халықтың қызмет, садақа бар, жаназа бар. Мысалы, сол жерге барған кезде де сіздерден үлгі алады, бір, екінші сыни қарайды ғой, сынап қарайды, жақсы. Сөйлеген сөзіне қарайды, барлығына қарайды. Ал осы орасында бір сауал қойып жіберейінші, орайы келіп тұрғасын. Ел арасында сіздердің арттарыңызға кір келтіріп жүрген
Жаңа қазақта бір сөз бар еді ғой, дүмшең молдалар деп. Бір кейбір садақаларға шақыра салады, жақыным, ағайыным еді, ауылдасым еді, басқасы еді деп. Ал мысалға олар жаңағы діни басқарманың стандарттарына сәйкес емес әрекеттер жасауы мүмкін ғой, ал алатта келеді де сіздің абыройларыңызға келіп сөз тиеді. Соны қаншалықты былай қадағалауға болады деп ойлайсыз? Біздің бас имам бар, дін істер басқармасы бар. Негізі жылда садақаға мешіттен тыс жыртығымыз жамайды-ау деген адамдар ғой, былайша айтқан кезде. Сол адамдарға жиналады, мысалға семинар өтіледі, жаназа садақа рәсімдері түсіндіріп, жон дұрысынан көрсетіледі. Себебі біріншіден мақсат не, ол жердегі шариғи заңдылықтардың бұзылмауы. Мысалға ол адамды жерлеу оңай емес. Және үлкен бір міндет қой, жауапкершілігі деген үлкен, зор. Мысалға енді әр қызметте, мысалға әкімді алайық, оның орынбасарын алайық, әр бөлімнің басшыларын алайық. Қай бөлім, қай басшы болмаса да, сол міндеттің жауапкершілігі болады. Және әркім өзінің ісімен айналысу керек. Әрине, сол сияқты имамдарда да мысалға ол халықтың өзінен де бар, мен айтар едім. Мешіт тұрған кезде таныстарынан іздейді. Таныстар анау жүреді, мысалға бір аудандарда бар, кешкісін той басқарып жүреді, екінші күн жаназа басқарып жүретіндер. Ол енді қисынға да келмейді. Ол неге? Мен түсіндіріп өтейін, енді осы сұрақ қозғалды ғой. Мен ойлаймын, имамдар жаназаға барған уақытта шариғатты оқығасын, шариғаттың жаңағындай шеңберін білгеннен кейін көп нәрсені тыяды. Тояды дегенде ол өзінің қалауына емес, шариғаттан шықпас үшін. Мысалға, адам қайтқан кезде, мысалға, қайтқан кісінің басынан тамақ айналдырмаңдар дейді. Соны шариғатта жоқ нәрсе ғой. Мысалға, қалған киімін апарып, қабірге апарып атады, біз салғызбаймыз. Сол біздер енді былайша айтқан кезде шариғатта бар нәрсені айтамыз. Көп ондайға қалағысы келмес, қалаған істеткісі келеді. Бұл жерде енді жаңа сіздердің көп айтатын нәпсілердің тиеді, ауыр тиеді. Яғни жаңағы норковый шубасымен бірге көмек ал тұрсаңыз қабірде ол қажет пе, қажет емес пе, ол бөлек мәселе. Мысалға мен айтамын, мысалға біздер не үшін жуындырдық деймін да, мысалға сүйекті не үшін жуындырдық? Не үшін сол жатқан киімнен ақ кебінге салдық? Сол кезде адамдар ойланады. Мен айтамын, ол бітіп мәді, сіз өзіңіздің үйіңізде қоқыс ұстамайсыз ғой деймін. Ал қабір ол адамның мәңгілік үйі деп санаймыз. Сөйтіп түсіндіріп жатамыз. Ал молдалар, олар былайша айтқан кезде бәрібір екі дүние бір. Бірінші жауапкершілік сезінбейді. Жаңағы молдаларды айтып отырсыз ғой, көлденең келетіндер. Олар сол халықтың икеміне қарай көп бұрылып жатады. Халыққа сол жақсы. Отыр десе отырады, тұр десе тұрады. Ал шариғатты айтатын, заңдылықты айтатын көп жерде ұната бермейді. Өйткені айтады, аталарымызда мынандай болған, неге мынандай жоқ? Қазіргі шариғат бөлек екен деген көңіл айтады. Былай нақты оларға тікелей тыйым сала алмайсыздар да? Салынған. Егер сол жерден жаңағындай сол рәсімді ұстап жатқан жерден тікелей ұстап, міне деп дәлелдеп жатса, заңдылық бар. Оларға да. Енді менің де пікірімді айтып кеткенім жөн болар. Әрбір нәрсе, мен өзім енді саясатпен айналысамыз, бұқаралық ақпарат құралдарындамыз. Әркім өз ісімен айналысу керек қой. Білетін, ретін білетін, ыңғайын білетін. Сосын бір дін дегеніңде тап енді бір жаңағыдай орысша айтқанда халтурит ететін нәрсе емес. Жауапкершілік. Бұл жерде нақты ережелер бар деген сияқты. Ал енді жаңағы бір әңгімеден бір әңгіме шығады ғой. Біздер мысалға араб құл дейді. Енді дін арабша түсті ғой енді. Құран арабша, хадистер арабша деген сияқты. Ойбай араб құлдар, біздің салт дәстүрімізге жат, қазақ болыңдар, араб болмаңдар, жаңағы ұлт пен діннің арасындағы бір сол айырмашылықты айырып, екеуін екі жаққа жіберіп, басқаша бір идеология қалыптастырғысы келетін адамдардың да қарасы көп. Соңғы кезде байқап жүрміз. Жалпы мына дін шынында қазақылығымыздан арылып жатады ма бізде? Соны айтып беріңізші. Жоқ, дін ешқашан өз мысалға еліндегі салт дәстүрінен, тұрмыс тіршілігінен ажыратпайды. Себебі Құранда аят бар ғой. Біздер сендерді бір ерден, бір анадан жараттық, және бір-бірлерін танып білулерің үшін ұлттар мен ұлыстарға бөлдік дейді. Мысалға орыс пен қазақта ажырататын, қырғыз бен өзбекті ажырататын, мысалға араб пен орысты ажырататын деген сияқты. Оның өзі тектен тек айтылып отырған жоқ па? Бөлдік, бір-біріңді тану үшін. Тану үшін. Қалай таниды? Мысалға екі елдегі екі дәстүрді қарапайым алып қарайтын болсақ, екеуі екі түрлі. Неге? Мысалы, қазақтың салты қазаққа сай. Оны біздің бабаларымыз құрдан құр дәстүрімізді қалыптастырған жоқ. Бұл дәстүр дегеніміз енді
сонау ғасырдан келе жатқан бір қағаз бетіне түспеген деп айтуға дәстүр ғой. Ал дәстүрдің артына үңілетін болсақ, шариғат жатыр. Сол үшін дін ешқашан қазақылықтан тыймайды. Керісінше, осы жылды мысалға біздің діни басқарма ислам және қоғам құндылықтары деп қойды. Неге? Өйткені ислам діні қашанда қоғамда құндылықтармен санасады. Өйткені бәрі сәйкестік. Сосын мына сөзіңізді бөлейін. Жаңағы баланың бесікке салуы болсын, атын қоюы болсын, тіпті дүниеге келгеннен бастапқының бүкіл бар бірінші бастапқы кезде енді біздер салтымыз, дәстүріміз ретінде білеміз ғой. Кейін бір кездерде бір жерден оқып қаласың, я бір имамның айтқанын естіп қаласың, сол кезде қарасаң сәйкестік кәдімгідей бар. Бірақ жаңағы айтады ғой, ыңғайы жасау рәсімдері қазақы форматқа енгізіп солай кіргізген, тап бір арабтардай жасамайды. Себебі араб құл деп айтудың себебі мына дін ұстанушылардың да кейде фанатизм байқап жатады. Оларда арабтардың дәстүрлерін кіргізгісі келіп жатады. Бәлки көп кісілер соны көріп айтатын болар, араб құл болып барадық деп. Негізінен шынайы мына дәстүрлі дін ұстанушылар ешқашан дін жолында жүрген адамдарда, имамдарда банағы айтқан қазақылықтан тыймайды. Керісінше біздер уағыз айтқан кезде өзіміздің бабаларымыздың ақыл сөздерін айтамыз. Бабаларымыздың өлең бір дін туралы, бір жаңағыдай имандылыққа, руханиятқа тәрбиелейтін жырларын айтамыз. Ол да қазақылық қой. Қазақылық бізде киген кезде мысалға өзіміздің киімдерімізді, киім үлгілерін қазақы болыңдар деп те қазақылық насихаттаймыз. Өйткені шариғат талабы сол. Өйткені біздің елге бір қандай да бір діни пәтуа берілсе, сол біздің қазақылығымыздың дәстүрімізге қарап беріледі. Сол үшін де біз оны жоққа шығара алмаймыз. Иә. Көп рахмет. Сосын жаңағы тағы бір уәж, ел арасындағы жалпы енді көп жүреміз ғой, естіп жатамыз. Неменеге имамдар жаңағы жиналып алып бір садақа бір нәрсе болса, үнемі тозақты айта береді, қабырды айта береді, күңіреніп кетеміз, түңіліп кетеміз. Сондай бір қорқынышты дүниелерді айтады да, бір жақсы мына дүниедегі бір қызықтарды неге жиі айтпайды деген сияқты да пікірлер қалыптасып жатады. Жалпы енді мына дүниеде де қуаныштар көп қой, әлде міндетті түрде қабырды тозақты айта беру керек пе? Жоқ, дін деген көркем мінездің өзі насихат деп айтады ғой негізі. Уағыздың да айтатын орны болады біріншіден. Екіншіден, уағыздың манағы айтып кеткен қай жерде, қандай жағдайда айтылу керек. Мысалға, реті болады дейсіз. Тойдың үстінде тұрып өлім туралы айта алмайсың мысалға. Жұрттың көңілін. Біз уағыз не үшін айтылады? Уағыз адамдарға бір руханиятына, бір ішкі жан дүниесіне жеңілдеу үшін айтылады. Мысалға, банағы басында сөз қозғады ғой жаназа туралы. Жаназаға барған кезде біз ол жерде адамға қиналып жатқан кезде сол руханиятына демеу болатын туралы уағыздар айтылады. Имам ешқашан тек қана өлім туралы айта бермейді. Ол тойға барған кезде мысалы халал тойға шақырады, тойда сол жас жұбайлардың бір-бірімен бақытты болу үшін қандай шариғатта не айтылған, ара қатынас қалай болу керек. Бала жастарға келгенде жастарға ата-ананы құрметтеу туралы, білім алу туралы, саудагерлерге адал сауда туралы, елдерге ауызбіршілік туралы, қоғам құндылықтары туралы айтылып жатқан уағыздар көп қой. Бірақ енді банағы айтып кеткен молдалар барып, бәлки сол туралы білетін уағызы болғасын айта беретін шығар деп тұрмыз. Содан басқа ешнәрсе сені білмей қалып жатса дейсің. Біздерде дін жолында жүрген мамандарға жалпы кез келген мешітте істейтін әрбір имам, олар тәжірибесі бар, қай жерде, қалай айту керек? Психологтар ғой. Иә. Алдыңа келіп тұрған адамға сол келіп тұрған бір уайымын, қайғысын сейілтетіндей, соған бір демеу беретіндей уағыз айтады. Ол тәжірибеге байланысты. Бірақ бана молдалардың да бір кездер тиіп жатады ғой, оны мойындау керек. Барып жатқан кезде бір әңгімелерін бықсытып жатады. Олар айналып келген кезде мешітке келеді. Өткенде бір шақырып едік, келді, бүйтіп кетті, мынаны былай істеп кетті деп. Ал енді мына сендер басқаша айтып отырсыңдар деген сияқты. Иә. Молдалар дегенде де мұқияттау айтыңызшы, дүмшең деп. Себебі молдалар деп өзіміздің имамдарға да тиіп кетпеу керек қой солар. Біздер негізі молда сөзі былайша айтқан кезде бұл мағынасы үлкен зор. Жол бастаушы. Жалпы жаман сөз емес қой. Жаман сөз емес. Бірақ дүмше молда деп шынымен сіз айтқандай ажыратып айту керек. Әр нәрсені өзінің атымен атау керек дейсіз. Мына біз адам бір боқ көтерген боқтың қабы,
ана өлім дегеннен шығады ғой. Жаңағы боқтан сасық боларсың өлсең дағы дейді абай мысалға да. Шәкәрімнің қай сөзін қарап отырсаңыздар да сол. Мына біздер қазақтар негізі көп жағдайда сол абай мен Шәкәрім бергісін келе алаш арыстары ақын мықты жазушыларымыз, батырларымыз, билеріміздің сөздерін үнемі негізге алып солардың сөздерімен сөйлегіміз келеді ғой. Шынында үлкен тағылымды дүниелер, ол кісілер тектен тек нәрсе айтпайды. Тіпті қазақта бір қайғыны болсын, қуанышты болсын жеткізудің тікелей формасы болмайды. Жырмен, астарлатып, әдемі қылып жеткізеді. Тіпті әлгі өлген ұлы өліп, қызы өліп жатса да, оның да жеткізудің бір стилі бар. Енді былай қарап тұрсаңыз, көп халықта ол кездеспейді. Тікелей басып қалады біздікілер, жаңағы олар. Енді кезекте келіп, мысалға, ал енді сол абайларды, Шәкәрімдердің өлеңдерін оқып отырсаң, жаңағы Алланы сүй, адамның хикметін сез, дейме, сондай сөздерді пайдалану. Мысалы, қай жерлерде де шариғат бар. Шалгиз болсын, Әбу Бәкір Кердерің болсын, қайғай өлеңдерінде, Омар Қараш, бәрі қайсы. Енді соны ойлап отырам ғой, енді соның өзі бізді діннен еш ажырата алмайды. Дұрыс айтасыз. Ал біз жақсы біз қазақ болдық дейік. Ал жақсы араб болмай-ақ қояйық дейік. Бірақ енді айналып келсек, ұлыларымыз, абайдан асып айтқан ешкім жоқ. Ұлыларымыздың барлығы әлгіндей әңгіме айтып жатыр. Негізі бізде еліктеушілік деген нәрсе бар. Одан кейін адам баласы мына ләззат өмірді қию оңай емес қой. Негізі ләззат мысалға екінші орынға қою деген жұмыс бар, той топыр, көңіл көтеріп, қызықтап жүрген уақытта біреу келіп ақыретті айтып қалса, нағыз бір нәпсіге ауыр тиетін нәрсе сол ғой. Мына имамдарды айтып жатыр, бана басынан айтайын деп едім, жаңа есіме түсіп отыр. Имамдарды көбі жаңағындай тек шапан киіп, сәлде киіп мешітте адамдар көреді ғой. Негізі басқа қырынан қарайтын болсақ, имамдар бір үлкен еңбек істеп жатқан адамдар. Неге? Өйткені адамға өзінің отбасына насихат айту ең қиын сол ғой. Ағайынға насихат айту қиын, әйелді тәрбиелеу өте қиын, сөзің өтіңкіремеу мүмкін. Әрине, жамағатты тәрбиелеу өте қиын. Сол үшін имамды тек қана Құран оқиды, садақа, жаназа аралап жүретін деп адам емес, бәлки үйіндегі кейбір ата-аналар айта алмай, жеткізе алмай, кейбір адамдар әйелдеріне жеткізе алмай, кейбір адамдар ағайындарына жеткізе алмай жүрген нәрсені жеткізіп жүрген адамдар. Себебі айтады ғой, алдыңғы арба қайда жүрсе, арты соған ереді деп. Көп жағдайда ер азаматқа байланысты ғой. Әрине, соларға мысалға жас үлкен ағаларымыз да келіп бізден кейде кеңес сұрайды. Ол ода тұрған ештеңе жоқ, өйткені көп көргеннен емес, көп білгеннен сұрайды. Шариғатта қалай, мына жағалай болады. Кейде бір екі отбасы ажырасайын деп жатқан уақытта соларды ЗАГС қоспайды бір-біріне. Мысалға, қосатын медиацияның өзі де көп жағдайда көмектеседі. Қосатын имамдар. Мысалға, баласы келеді, мысалға, наркоман болып кеткен, немесе құмар ойын кіріп кеткендерді тура жолға түсіндіріп, жеткізіп, соған мейлінше түзеп жатқан кімдер? Имамдар. Мысалы, екі отбасы келеді, ажырасайын деп жатқан уақытта, солар мешітке кіргенде қабақтарын түйіп көрсе, күлгенде шыққанда күліп шығатындай қылып жатқан имамдар мысалға. Және ондай фактілер көп пе? Өте көп. Санасақ тіпті саны жетпейді, көп. Сол ғой. Жаңа айтамыз ғой, бір кездері қазақта бір түрме болмаған, қазақ өз тентегін өз жөндеп алған, жаңағы ақылын беріп, ақсақалдары бар, алқасы бар, басқасы бар деп. Мына көп жағдайда дәл қазіргі уақытта отбасылардың ажырасуына, бір-бірін дұрыс түсіне алмауына, бір жағынан ата мен ененің де дұрыс болмауы, кей жағдайда әлгі қарға баласын аппағым дейді деген сияқты әркім өз баласын жақтайды да, екі ортада оттанады да, содан кетті ғой болды. Мысалға, осы жерінде айта кетейін, мысалға ол қоғам емес, мектепте алайықшы. Мектепке біз кейде кездесуге барамыз ғой. Мектепте бұрынғыдай емес, қазір мұғалімдердің дәрежесі төмен. Сыйластық жоқ, сыйлау жоқ. Мысалы, Қоңыраудың өзінде мектепте қарасақ, оқушылар былай жүгіріп, тіпті мұғалімнің бар екенін ұрып қағып кетіп қалады. Бұл неге? Өйткені қашатын едік қой айналып мұғалімдерді көшеден көрсе. Өйткені неге? Мысалға, әр адам өз баласын бағанағындай аппағым дейді, менің балам жұмсағым дейді. Сөйтіп, мұғалімдерге де барып, мысалға, мен балама тимеңдер, мен балам деп қазақ айтады, аясаң аяма деген қазақылықтың өзі кейде ойлайсыз, бұрында қазақылық қайда, ата-ана тәрбиесі деген неге айтылмайды мысалға. Үйге келген кезде шынымен мәміле деген нәрсе жоқ қой.
әкесі жұмыстан келеді, телевизор қарап жатады, баласы ойнап жатыр ма, тыныш, әйелі жүр ме, жүр. Телефон шықпайды. Отырып, бұрынғыдай тәрбие. Бұрын жарық сөніп қалатын еді ғой. Оның өзі біраз нәрсеге себепкер болады, бір дастарханның басында әңгімелесіп шүйіркелесіп. Карантин уақытында мысалға. Керемет біраз адам болып қалдық, Енді түрлі нәрселер шықты ғой, акасы менің әйелім мынандай екен, жақсы екен адам екен деген сияқты. Жалпы сөйлесуге болады екен ғой мына кісімен деп па, адам қысып. Енді бала дегеннен шығады ғой. Бала тәрбиесіндегі исламның рөлі. Жалпы ертерек баланы ғибадатқа, Құдайын тануға үйретудің қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс. Біреулер айтып жатады, ойбай, жаңа бесіктен белі шықпай жатқан балаға неғып соны үйте бересіңдер, миын ашытып, сабағын оқысын деп. Ал былай қарап тұрсаңыз, Құдайын танымай өсу де қауіпті ғой ұлт үшін. Қазақтың сөзі бар ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорық, құрдан шықпаған. Қазақтың әр сөзі бір тәжірибеден өтіп барып, сол сөз ұрпаққа өнеге ретінде жеткен ғой, негізі құр нәрсе емес. Имандылыққа тәрбиелеу, пайғамбарымызға бір әйел адам келеді екен. 2 жастағы ойлаңызшы, 2 жастағы бала біз үшін әлі сәби ол. Ештеңе түсінбейді, ештеңе білмейді деп ойлаймыз. Беске толмай елемейміз ғой жалпы. Дым білмейді. Негізі 2 жасар баланы алып келеді, сол кезде айтады. Мына балаға тәрбиені қалай берсем болады деген пайғамбарымыз 2 жылға кешіктіңдер деп айтқан. Сонда дүниеге келгеннен бастап тәрбиелейді. Жақсы баланы әйел таңдаудан басталады екен. Шариғат айтады, жақсы бала тәрбиелеу үшін анасын таңдау керек. Ал енді қателесіп таңдап кеткендер қайтпек. Ол қателесіп таңдап кеткендерде де ол мынандай нәрсе ғой. Үйдегі ер азамат пен әйел азаматшаның арасындағы мәміле сол балаға тәрбие. Ол деген ол шариғатта айтады. Баланың көзінше. Бала болмай. Өйткені бала әкесіне қарап ертең қыз алады, қыз шешесіне қарап тұрмысқа шығады деген сол. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер дейді ғой. Астары сода. Қайтадан келіп қазақтың несіне келеміз, даналық сөзіне. Мысалы айтады, бір кісінің сұхбатында осылай тыңдап отқанымда өз мысал келтіріп айтады. Бұрын дейді, мен кішкентай болғанымда әкем шылым шегіп жүретін еді дейді. Әке баласын үйретпейді ғой, просто шығады, кіреді, жаңағындай шегіп келеді. Бірақ мамам маған үнемі айтатын еді дейді. Балам, темекі шекпе, қояншық болма, бұл жаман нәрсе деп. Сөйтіп жүрген кезде 20 жыл уақыт өтіп, өзім студент болған уақытта сол банағындай темекі тарта бастадым, көрген нәрсем істей бастадым дейді. Соны үйлендім, үй болып, бір күн әйелім айтты дейді, бізде енді сәби болады деп қуаныш жағын естіген кезде ойыма түскен нәрсе не дейді. Маған анам 20 жылдың үстіне қақсады дейді. Тартпа, болмайды деп. Бірақ кімнің әрекеті жоқты, әкесінің әрекеті жоқ. Қалай дегенде де. Өйткені тарт деп айтпаса да дейсің. Өйткені сөз емес, көбіне амал жұмып жатады. Мысалға үйінде ел зайыптылар бір-біріне құрметпен қараса, жаңағыдай отағасы деп, немесе оны айтпаса да сіз деп сөйлеуі. Сіз деп сөйлеуі. Қазір сіз деп сөйлесе шошып кететін бар әйелі көп жағдайда. Сол нәрсенің барлығы балаға қатты әсер. Сосын исламды, дінді үйрету негізі келетін нәрсе. Руханият, намазды айтпаса да руханиятты, Құдайын таныту керек. Құдайын арам мен адалды үйрету керек. Яғни теріс амал мен дұрыс амал. Себебі Құдайын таныған адам ешқашан ата-анасына жаңағындай қиянат жасамайды. Дін таныған адам ешқашан мұғаліміне, мектептегі қиянат жасамайды. Дін таныған адам біреудің ала жібін аттамайды. Дін таныған адам, Құдайын таныған адам ұрлық жасамайды. Ұрлық дегеннен шығады. Жаңағы біз айтамыз ғой, 30 жылда елді коррупция жайлап болды, экономикамыз құрдымға кетті, барлығы жемқорлар. Енді жемқорлар деп айтқан кезде де енді жақсы үйтіп жаман ойламайықшы дейін десең, мына көріп жатырмыз, жаңа Қазақстанда бірінен соң бірін соттап жатыр мысалға, жемқорлықпен. Ал енді мысалға ертең балаң өсіп келе жатқанда сен оған ұрлама, болмайды, бұл халықтікі, бұл елдікі десең, сол балалар ертең билікке келген кезде ұрламайды ғой. Тәрбие отбасынан басталады. Тау бесіктен деген сол дейсің. Ол әр адамның өзіне байланысты. Бір ағамыз айтады, досты әңгіме сөйлеп отырсақ, бір жерде андай күзетші болып істейді екен. Сол айтады, біз жоғары жақ жейді, ан жақ жейді деп айтамыз дейді. Біз қарапайым күзетші болыптың өзі дейді. Артық бір нәрсе жатса алып кеткім келіп тұрады. Енді басқаларға не болып бартамыз деймін. Сол сияқты ғой, ол әр адам егер өзінен, өз бір мақал бар ғой, майды құйсаң басыңа құй дейді.
Мысалы біздер жұртты тәрбиелегіміз келеді, біз біреуді тәрбиелегіміз келеді. Негізінен мықты тәрбие ол отбасы ғой. Әр адам отбасынан жақсы тәрбие берсе, мысалы біз мешітте уағыз айтқанда да айтамыз, жаңағы намаз оқып келген жігіттер, сендер дінді біреудің намаз оқы деп емес, сен бірінші өзіңнің үйіңден баста. Үйің оқысын, ата-анаңа жеткіз сол нәрсені. Ол толды ма ағайыныңа жеткіз, ол толды ма достарыңа жеткіз. Жұртқа ақыл айтпастан сол бәрі толық болғаннан кейін барып жүректен шыққан соң жүрекке жетеді. Амалыңыз толық болса, мысалға біреулер келіп біреуге бір әйел туралы айтып жатады, орамал туралы, бірақ үйінде әйел орамал тақпайды. Әйел намаз оқиды. Сол нәрсе бағанағы айтып кеткен, біз амал ететін болсақ, сол кезде ғана ол ұрпақ тәрбиесіне де, ел тәрбиесіне де барады. Әр адам өзін тәрбиелесе, отбасын тәрбиелесе. Бағдат Русланұлы, енді қысқа жауап, қысқа сұрақ айдарына көшейік. Домбыра тарту, ән айтуға қатысты ойыңыз қандай? Домбыра тарту бар нәрсе, ешкім жоққа шығара алмайды. Өйткені неге? Өйткені ұлттық құндылықтың бірі домбыра. Өйткені домбырамен кезінде бабаларымыз біреуге жаңағындай жоқтауын жеткізген. Күмбірлету, күйінен. Ол нәрсе бар. Ал ән айту, ән тыңдаудың өзі, себебі Абай бабамыз айтады, әннің естісі бар, естері бар. Мысалы, отан туралы терме айтылып жатса, ел туралы айтылып жатса, Балқия дегендерші. Ондай қатты бір адамды бір қоздыратын өлеңдер тыңдамаған дұрыс. Неге? Өйткені жүрек ол сондай бір лүпілдеген мақта сияқты ғой. Көп нәрсе кірсе, мысалға билету, Балқияны тыңдасаң, Балқияны құшақтағың келіп кетуі мүмкін деген сияқты. сақлат оятуы мүмкін. Ал отан туралы ата-ана қадірлеу, отан сүю деген нәрсе ол жоққа Ол жаңа проблема жоқ. Проблема жоқ. Ал енді мына күллі қазақты бір идея, бір тудың астарына топтастыратын бір ұлттық ортақ идеология ма, жалпы негізгі фактор қандай деп ойлайсыз? Бір тілегі бар, бір ниеті бар, бір-бірімен иық тірестіріп болашаққа бірге баратын. Президентіміз де жиі айтып жатады ғой, біз бір елміз, бір мемлекетпіз деп. Сондай мүддеге әкелетін қандай фактор? Ең бірінші отансүйгіштік. Тіпті дін емес дейсің бе? Отансүйгіштік. Себебі пайғамбарымыздың өзі де отанын, жерін қатты сүйген. Жерін сүйген адам жер үшін бәріне дайын болады. Мысалға, қазақтың бір квадрат жер үшінде соны сүйетін болса, мысалға, сол жерге отан... Тарақтай жер үшін деп айтады ғой. Отан сүйгіштік деген нәрсе, ол елдің бір болуына тырысады. Себебі ол бір бауырым, бір қазақтың баласы деп емес, ең бірінші елді сүю керек. Елді сүйгеннен кейін бар қалғандар келеді. Жақсы. Мына діни тәлімді имамдардан алу керек деп жиі айтасыздар. Жұма намазына бір барып келеміз ғой арасында. Дұрыс ілімнің қайдан және кімдерден екенін халық қайдан ажырата алады мысалға? Қазір мысалға ғаламтор бар, YouTube бар, басқасы бар. Ол жерде дін туралы да, дін емес туралы да, тіпті басқа идеологияларды кіргізіп жатқандар бар. Ал жақсы мешіттерде, уағыздарда айтылады, жаңағы намаз оқығың келе ме, имамдардан үйрен. Барып келді, білетін адамдардан. Жаңағы мәселе, жаңағы бастапқы бағдарламамыз басында айттық қой, дұрыс білетін адамдармен ғана жұмыстану керек деген сияқты. Мысалға құрылысшы барып, заңгер бола алмайды деген сияқты. Сіздерден үйренгенде қандай мысалға қайда бару керек? Бәлкім мына халық қазір бізді көріп отыр ғой әлеуметтік желіден. Балаларын ертең мысалға әркім өзінің баласының дұрыс болғанын қалайды. Бірақ енді қазір апарып имандылық үйретейін десе, шошиды. Ана жерде былай болып жатыр, мына жерде былай болып жатыр, ана жерде талақ тастап жатыр, жаңағы қыздарын жылатып кетіп жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Енді бәрі айналып келгенде сол сіздерге келіп тірелетін мәселе. Сіздерге барып, қай жерге барып үйренген дұрыс? Айтады, шыбыш сойса да қашап сойсын деген сөз бар ғой. Әр істің өз маманынан сұрау керек. Бізде мысалға мешітке келуге қысылса, бізде медресе бар. Бұл орталық базарда. Орталық базарда Қызыл мешіттің Тәжиден Батыр мешіті жанында орналасқан медресе. Ол жерде де директоры бар, ол кісілердің де жанында ұстаздар бар. Солардан жетектеп алып барса болады ғой. Көп балаларды мысалы ойынға салынып кеткен, балаларды көп әкеліп сол медресе адам болып шығарған кездер болды. Әрине. Бұл жерде жаңағыдай бұрынғы молдалар сияқты таяқтап ұрып емес, адам құсап түсіндіріп, насихат арқылы жүргізеді. Адамның қоғамын мысалға бұл өмірден де бөлек өмір бар екендігін көрсететін адамдар ғой. Жақсы, рахмет. Мына дін ұстану жағынан қазір жалпы мына көкейінде діннен бір дінге деген жақсы сезім қалыптасқан адамдар көп қой, жоқ емес.
барғысы келеді, жұмаға қатысады, басқасы. Былай енді дін ұстану оңай нәрсе емес деп те қабылдайды. Біреулер айтады, дін өте жеңіл нәрсе дейді. Енді қаншалықты сол жаңағы салмағы бар. Ер азамат болсын, әйел адам үшін, мысалға 5 уақыт намазың, белгілі бір жерде оразада жаңағы ауыз ашарың, ауызыңды бекіткенің, оның бәрі тәрбие, бір регламент қой белгілі бір. Мысалы 5 уақыт намаз таң атпай тұрудың өзі көп адамға ұнамауы мүмкін. Жаңағы өзіңіз айтқан нәпсіге келген кезде. Дін ауыр ма жалпы ұстану? Негізгі дінді ұстану оңай емес, бірақ қазіргі адамдардың өмір сүруінен қарағанда негізі жеңіл. Адам бір нәрсеге тез үйренеді ғой. Өзіне бір уақытпен бір регламент қойса, осылай үйреніп кетеді. Керісінше, ол сол нәрсесін өміріне енгізгендігіне қуанатын кездер бар. Ол жаңағындай, әрине сырт көзден қарасақ, біреулер темекі шегіп тұрса, біреулер жаңағындай сырт көзге қарайсың, біреулер бір негізі билеп жатады. Сырт көзден қарасаң, дін ұстану бір шетте қалып қойған, бір заманнан қалып қойған адам сияқты көрінуі мүмкін. Тойға бармайды, банда бармайды, кафеге келіп біздермен ішпейді, билемейді. Бір өмірдің қызығынан қалып қойған сияқты. Негізінен жетістікке жетіп отқан солар. Өйткені оның кез келген дін ұстаған адам түзу жүруі, ол жанында бауырына насихат бір. Оның түзу жүруі тума туысына үлкен насихат. Отбасына, бала шағасына сол нәрсемен просто ол өзін дұрыс ұстауымен көп адам насихат айтып жүр. Ол білмеуі мүмкін, бірақ бір адам сырттай қызығуы мүмкін. Бірақ жаңағы сөзбен іс қабысу керек. Айтылған адам, айтып жүрген адам, насихат жасап жүрген адамның көп жағдайда түр-тұлпатынан, әрекетінен байқалу керек дейсіз. Насихаттың өзі осы дейсіз. Басына тақия киіп барады, көшеде түкіріп кетсе, ойлайды ғой. Я болмаса жаңағы басына тақия киіп, сақалы бар, бірақ қызға қырындап кетсе деген сияқты ғой, иә? Ұстанымы, сөзі, барлығы сәйкес келу керек. Ол дін ұстанған адам оны түсінеді. Оңай емес, бұл сырт көзден манағы айтып кеткенде қиын сияқты болуы мүмкін. Негізінен қарасақ, дағдыға айналдырып алсаң, ол жақта да өмір ғой. Әлгі адамдар сияқты ішпейді, жемейді деме ол болады. Бұның да бір кайфы бар деңізші. Иә, дәмі бар. Иә. Енді қорытынды сұрағымыз, енді көп жағдайда адамдар мешіттегі имамдар туралы білгісі келеді. Барып сұрауға ыңғайсызданатын болар, я болмаса қорқатын болар. Жалпы мешіттен басқа қызметіңіз бар ма? Жалпы мына имамдарға жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, басқа нәрселермен айналысуға. Ғылыммен, біліммен, бизнеспен, саясатпен айналысуға. Әрине, шариғат одан тыймайды. Имандылық, мешітте қызмет қылу, жеке өзім үшін абырой. Өйткені мен кезінде осы органда әскерide қызмет жасаған адаммын. Мен салыстырып қарасам, бұл жерде де кедергі келтірген жоқ қой мысалға да? Жоқ. Осы жердегі имамды қызмет, мен ойлаймын, бір Алладан берген нығмет қой енді. Сол. Бірақ онымен қоса адамға, кез келген адамға қосымша кәсіппен айналысуға, көлік алып сатуға деген сияқты айналысуға шариғат тыйым салмайды. Сіз немен айналысасыз қазір? Әртүрлі ғой енді, біздер кейде көлік алып сатамыз деген сияқты ғой. Енді адам көлік жөндей саламыз. Қолынан келетін нәрсесін істеу керек. Қолынан не келеді, бұл адал еңбек болып есептеледі. Ең бастысы адамның ақысына кірмей, адалдықпен тапсаңыз, ол шариғат тыймайды. Бірақ жұмысына да кедергі болмау керек. Жұмысты мен өзім бірінші кезекке қоямын. Қандай да болсын, діни мешіттегі қызмет, ол маған енді берген аманат қой. Сол аманатты бірінші орындауға тырысамын. Кейін екінші кезектегі ол өзімнің тіршілігіме айналысуға. Үлгеріп жатсаң, уақыт тауып жатсаңыз деген сияқты. Отбасыңыз бар ма? Бар, отбасым бар, Аллаға шүкір, 4 балам бар. 4 балаңыз бар. Шүкір. Қызмет, балаларыңыз қазақша сөйлейді ме? Қазақша сөйлейді. Арабша ма? Жоқ, қазақша сөйлейді. Мен өзімде бірінші кезекте балаларыма үлгі болуға тырысамын. Мектептерге жиналысқа барған уақытта мен қашанда айтамын, мұғалімді баламнан жоғарылық көрсетуге тырысамын. Жақтай берме. Өйткені мен өзім мектепке барған кезде мұғалімдердің әңгімелерінен байқайсың. Балалар егер мектепте ұстазын құрметтемесе, ол адамда білім болмайды. Біздің Ғұмар Қараш, Мыржақпыл барлығы да қазақта айтады ғой, білім ұстазбен келеді. Ұстазды құрметтесе, білімге сол нәрсені мен жеткізуге тырысамын. Сосын Әл-Фараби бар. Тәрбиесіз берген білімнен қайыр адамзаттың қашшауы деген нәрсе. Қазақылық қой енді, қазақылықтан тәрбиелесек, үлкен кісіге сәлем беру, алдынан кеспеу, мысалы. Соның бәрі маңызды дейсіз. Маңызды. Соның бәрі дінге алып келеді ғой, былайша айтқан кезде. Руханиятқа алып келеді.
балаға амандасуды, үлкен сыйлауды үйретпесек, ертең кім болып өседі ол? Өте дұрыс. Көп рахмет бізге уақыт бөліп келгеніңізге, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Енді сіздер де үлкен бала тәрбиесінде жалпы елдің санасына имандылық нәрін сеуіп жүрген үлкен абыройлы қызметіңіз бар. Мен ойлаймын, бүгінгі хабарымыз барысында біздің көрермендеріміз де, әлеуметтік желінің пайдаланушылары да біраз нәрсені түйген болар деп. Егер тіпті бір мәселеге қатысты бір дұрыс ой пікір қалыптастырып, соны түйіп алса, соның өзі нәтижеде емес. Көп рахмет келгеніңізге. Ал енді құрметті Ұран YouTube арнасының көрермендері, бүгін біздер бір жарты сағаттан сәл асатын уақыттың ішінде имандылық, дін, дәстүр, діл деген мәселелерді көтеріп, елімізге қаншалықты осы пайдалы, қай жерде ұтып жатырмыз, қай жерде ұтылып жатырмыз, неге мұқият болу керек деген сияқты мәселелерге толығырақ тоқталып өттік. Көңілдеріңізден шықты деген сенімдеміз. Ал егер шын мәнінде көңілдеріңізден шығып жатса, лайк батырмасын басып, пікір жазып, осы жалпы имамдарға, дінге қатысты қандай да бір ойларыңыз болса, ашық жариялап жазуыңызға болады. Ұран арнасымен бірге болыңыздар, аман болайық.